Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай ет қосылған пирог дайындаймыз. Ең алдымен қамырдың сұйықтығын дайындаймыз. Қамырдың сұйықтығына 100 грамм жылы су, 100 грамм жылы сүт, 5 грамм тұз, 5 грамм құм шекер, 10 грамм құрғақ аштығы қажет. Араластырамыз. Сосын 75 грамм кәдімгі сұйық май, күнбағыс майы қосып араластырамыз. Сұйықтығымызды әбден араластырып алып, енді 400 грамм ұнды електен өткізіп, қамырымызды илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп алып, бетін жауып 1 сағат жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамыр көтерілген соң тағы да екінші рет басып, қақпағын жауып, жылы жерге 30 минутқа қоямыз. Қамыр енді дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Салмасына 200 грамм картошка, 150 грамм пияз, 400 грамм ет, тұз, бұрыш, май қажет. Мына жерде мен етті, тауық етін алдым. Енді сіздер үйде қандай ет бар, соны алсаңыздар болады. Картошка, пияз, етін бәрін осылай видеода көрсетілгендей ұсақтап тураймыз. Бәрін ұсақтап турадық. Енді бір шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, 2 ас қасық сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамызды жақсылап араластырып, дайындап қойдық. Енді қамырымыз дайын болды. Осылай көтеру керек, әдемілеп жақсылап. Екінші рет көтерілді осы. Енді қамырымызды екіге бөлеміз. Біреуі үлкендеу, біреуі кіші болу керек. Үлкендеу астыңғы қабаты болады, үстіңгі қабаты кішілеу болады пирогтың. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырды өте жұқа, өте қалың емес, орташа етіп жаямыз. Қамырымызды жайдық, қалың емес, өте жұқа емес, орташа етіп дайындадық. Енді жаңа дайындап қойған салмамызды араластырып, саламыз қамырға, астыңғы қабатына. Салмасын салып, әдемілеп шеттерін тегістеп, үстіңгі бетін қоямыз да бір-біріне біріктіреміз. Қамырымызды осылай өріп, әдемілеп алдық. Енді ортасын өздеріңіз қалауыңыз бойынша өрнектейміз. Гүл саламыз, домалақтаймыз өздеріңіз қалауынша. Бетін жауып, тағы да 20 минутқа қоямыз. Қамыр кішкене көтеру керек. Қамырымыз көтеріп дайын болған соң, табағымызды жақсылап майлап, пирогымызды салып, алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста 50 минутқа қоямыз. Бетіне жұмыртқаны көтерілген соң, осылай салған соң барып, бетіне жұмыртқа жағамыз. Пешімізге енді 180 градус қызып тұрған пешімізде 50 минутқа қоямыз. Пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.
Менің каналымда басқа рецепттер де болады. Арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.